Әйтеке би мемлекет қайраткері, кемеңгер ойшыл. Ол 30 жасында кіші жүздің бас биі болған. Әйгілікті тұлғаның тарихта алатын орны қандай? Бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада бабаға тағзым атты кеш өтті. Шара бидің 380 жылдығына орайластырылып отыр. Қарлығаш Шаумитова әңгімелейді. Шараға зиялы қауым, тарихшылар, студенттер мен тарихи тұлғаның ұрпағы жиналды. Әйтеке би Тәуке хан құрған хан кеңесінің мүшесі болып, жыл сайын 300-дің басшылары мен ең беделді адамдары бас қосатын Ордабасында, кейін Күлтөбе мен Ұлытауда өтетін құрылтайларға қатысып отырды. Онымен мемлекет қайраткерлері де әскер басшылары да кеңескен. Араб, парсы, өзбек тілдерін жетік меңгерген дипломат пен шешендік өнердің иесі. Бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы қазақтың данышпан биі, көрнекті мемлекет қайраткері Әйтеке би Байбекұлының туғанына 380 жыл толуына орай бабаға тағзым тарихи танымдық кеш өткізеді. Тарихи танымдық кештің мақсаты кіші жүздің атақты биі, мемлекет қайраткері, ұлы кемеңгер Әйтеке бидің шешендік сөздерінде халық даналығы, инабаттылық пен ізгілік нышандары, адамгершілік қағидалары, даналық сөздерінің болашақ жастарға олардың тілін дамытуға, сөзді қорын байытуға қаншалықты қажет екенін түсіндіру. Ол кіші жүздің атақты биі, мемлекет қайраткері, ұлы кемеңгер қазақ мәдениеті мен тілінің қалыптасуына және дамуына зор үлесін қосқан тарихи тұлғалардың бірі. Шараның мақсаты да осы: бидің игі істерін насихаттау, бай мұрасын жастарға жеткізу. Кітапханашылар жастарға шараның берері мол деп отыр. Әйтеке бидің өсиеттері тілімізді дамытуға, шешендік өнерді қалыптастырып, сөздік қорды байытуға зор ықпалын тигізері анық. Әйтеке би дана би ғана емес, ұлттық мақтанышымыз, қазақтың 100 жылда бір туар арысы, артына өшпес із қалдырған адал перзенті, өз халқына, ел жұртына адал қызмет еткен, оның іргелі ел болуын жатпай тұрмай ойлаған мұндай тұлғалар арғы бергі тарихымызда өте аз. Әйтеке би сонысымен ұлы адам. Шара барысында Әйтеке би ұлт кемеңгері атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, Әйтеке би бейнебаяны мен Әйтеке бидің төрелігі атты тақырыптық көрме көрсетілді. Қарлығаш Шаумитова, Тәулік.